жаңағы егер сенің күйеуің болмағанда сені мындай шлюха деп ойлайтын деп адамдар. Потому что ты так себя ведешь дейтін да. Даже онкологияны өзін айту өте қиын, бірақ түсіндіріп айтамын, что емі бар. Осындай маманға жолғасыз, барасыз деп айту өте қиын. И сол күні мен ішінде андай бос болып жүрем. Жас қыздар қазір ер адамдарға қатты қарайды. Жас қыздар үлкен ер адамдарға қатты қарайды. Ол баяғыдан да сондай болған. Шынымды айтсам, мен де измена жасағым келеді. Өтірік айтпай қойыңызшы. Думаете, женщины не хотят изменять? Мы тоже хотим. Қарап, жас балдармен жүргіміз келмейді, жас балдар көзіміз түспейді дейсіз ба? Любой әйелдің жас балаға тоже көз түседі. Бала шағыммен или жаңағы подругалармен ондай жарқын болып сөйлесе алмаймын. Кеше 48-дегі әйел келді, қыз мысалы. Өмір өтіп кетті. Опять-таки, не үшін туып алмадыңыз, не үшін қыз әлі 48-де. Біз үшін, тем более для врачей, тело человека это просто тело человека. Былай айтқанда ше. УЗИға тек қана ауырған кезде барады. Бұл қорқыныштан ба, әлде сауатсыздықтан ба? Мен оларда жүрсам, бетін әп-әдемі екен, неге маткаңа қарамайсың, неге ішқұрылысыңа қарамайсың десем, ол жерде ешкім көрмейді ғой деп талай қыз айтқан. Сол сияқты. Всем привет! Сіздермен бірге мен Мөлдір Мұратбек және бүгінгі Әлем Women подкастында кезекті қонағымыз Тараз қаласындағы ең танымал, мықты УЗИ маманы, сондай-ақ Вестри Медикус медициналық орталығының басшысы, основателі Абдрасилова Айнұр Дәулетовна. Айнұр ханым, бүгін уақыт бөліп келгеніңізге өте көп рахмет. Алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Бүгінгі подкаст енді барлық әйелдерге өте пайдалы болады деген сенімдемін. Ендеше бастайық, дайынбыз ба? Қорқып тұрмын деген ба? Ең бірінші сізге қояр сұрағым, жалпы неге осы УЗИ мамандығы? Себебі мен өзім гинеколог дәрігермін. Гинекологияны бітірдім, гинеколог болып ұзақ жұмыс істедім. Тұрмысқа шыққаннан кейін мен жолдасымда дәрігер болғандықтан, ол тоже дежурствода жүретін. И мен әшейін дәрігер болғым келген жоқ, тоже дежурствода жүретін дәрігер болғым келді. Кәдімгі стационарный дәрігер деп айтады бізде. Сол кезде енем айтты, біреуің үйде отырасыңдар деген. Сонымен мен главврачым айтты, Айнұра, сен өте пысықсың ғой, давай сен УЗИге оқытып алайын деді. Сөйтіп мен УЗИге оқытты, содан УЗИст болып кеттім полностью. Жалпы бұл бала кезгі арманыңыз емес қой? Жоқ. Ал егер медицина болмаса, қандай саланы таңдар еді Айнұр ханым? Егер медицина болмағанда мен сұлулық жаққа кетер едім, сұлулық салонында істер едім. Мен оны постоянно айтып отырамын. Әрқашанда сұлулық салонында қыздар өте әдемі болып жүреді. Мен әдемі болып жүргенді қатты жақсы көремін, бірақ мүмкіндік жоқ. Сондықтан мен сұлулық әлемінде жұмыс істер едім. Иә, сізге жарасып тұр негізі. Инстаграмнан көрінеді ғой, әдемілікке қатты құмар екеніңіз. Жақсы, енді жалпы УЗИ маманын оқып, осы жұмысты жасаған кезде адамның ішкі әлемді көрген кездегі қандай сезім береді? Енді ол керемет сезім. Мен мысалы болады ғой, қатты шаршаған кезде енді жұмысқа желанием болмай келеді. Шаршағандықтан соншалықты, бірақ уже датчикті алып жаңағы іштегі баланы көрген кезде қалай дамып келе жатыр. Даже овуляциядан, кішкентай точкадан өзім бақылаған кезде туып болғаннан кейінгі сезім это вообще басқаша. Одан кейін әр әйелдің айтқан рахметі, одан кейін ішіндегі бар сырын айтады, ол да өте, шынды айтсам мындай, өте күшті сезім. Сол үшін мен ешқашан өкінбеймін УЗИст маманы болғанына. Даже гинекологияны тастағаныма да шынды айтсам ешқашан өкінген емеспін. Себебі маған қатты ұнайды. Мен всегда айтамын ғой, мен әйелдерді өте қатты жақсы көремін. Прям жақсы көремін, всегда құрметтеймін, всегда жаңағыдай қолдаймын. Иә, ол бізге қатты білінеді. Мен де мысалы сізге барамын ғой. Прям барған кезде точ барлығын айтып, анық-қанығын айтып бересіз. Ал болады кейбір УЗИ маманына барған кезде қалағанымызды ести алмай шығамыз ғой. Ол УЗИ мамандығын жақсы көрмегендіктен ба әлде? Жоқ, УЗИстер просто УЗИ дәрігер деп айтамыз ғой, өте қатты шаршайды. Себебі сен миыңмен жұмыс істейсің,
көзіңмен жұмыс істейсің, қолыңмен жұмыс істейсің. Әрине еще ауызбен сөйлеу, оның барлық еще бір жаққа қарай қисайып отырамыз. Конечно, ол шаршайды. Сен әшейін қарап отпайсың экранға, миыңнан мың нәрсе өтеді. Кейбір патологияны бірінші рет көріп тұрсаң, мынау не нәрсе, қайтып қазір бұны пациентке айтамын деген оймен кейбір дәрігерлер мүмкін сөйлемейді. Негізі сөйлемеу керек. Мен енді өзім ашық болғаннан кейін көп сөйлеп қаламын. На самом деле шаршайсың да. Айтып жатырсыз ғой жаңағы бір диагнозды көрген кезде, жаман диагноз болып жатса, соны пациентке қалай жеткізесіз? Сол моментте қандай сезімде боласыз, қалай жеткізесіз? Сезім өте жаман болады, себебі айту қиын, бірақ жайлап түсіндірем. Қанша жаман диагноз айтқанмен де менде пациенттер риза болып кетеді, настроениесі болмай шықпайды. Даже онкологияны өзін айту өте қиын, бірақ түсіндіріп айтамын, что емі бар, осындай маманға жолғасыз, барасыз деп айту өте қиын. И сол күні мен ішімде бос болып жүрем, пустота дейді ғой, сондай сезіммен үйге қайтам. И адамның өмірі қаншалықты қымбат екенін сол кезде түсінем. Күнде ғой. Солай. Ол қанша сіздің настроениеңізге әсер етеді ғой. Сіз қазір үнемі энергичная, күліп, проявленная болып жүресіз да. Оны қалай жеңесіз? Қалай өзіңіздің бойыңызға сіңіріп алмай? Қалай сол жұмысты тастап кете аласыз? Ешқандай ондай көп адамдардың бәрі сөйтіп айтады, на самом деле олай жүрмеймін. Мен жолдасым айтпақшы, Айнұр ағай, сен үйде дейді, бізді пациенттерің деп ойлашы дейді. Мен тек қана пациенттермен ғана солай сөйлесе аламын. Қалған жақындармен, ол шындық, бала-шағамен или подругалармен ондай жарқын қылып сөйлесе алмаймын. То есть иногда қатты серьезный боламын, иногда жыным келіп тұрады. Ал инстаграмда, инста-әлем ол басқа ғой. Инстаграмда сен күшті сияқты көрінесің, ал өмірде ондай емес. Ішің жанып тұрса да, жылап тұрса да, инстаграмға оның бәрін сала бермейсің. Мен ашуланам көп, ұрсам көп. Жолдасым айтады, сен, ты вообще, говорит, думаешь, что мы твои пациенты, деп сол сияқты. Пациенттеріңе күшті сөйлейсің дейді, ал бізбен жақсы сөйлеспейсің деген сияқты ғой. Енді атак энергияны мен семьямнан алам, үйімнен алам, подругаларыммен кездесем. Вообще, шынды айтсам, иногда жұмыстан да алам ше. Вот. Білмеймін. Керемет позитивныймын деп айта алмаймын. Бірақ сырттан сіз өте мықты, күшті, проявленный, мықты әйел болып көрінесіз да. Сол мықты әйелдің ішінде қандай арпалыс бір күрес бар? Ондай көп. Мен мысалы жұмыс істегім келмейді. Жұмыс істегіңіз келмейді, бірақ ол жерде жақсы көресіз. Бәрі айтады, көп айтқан кезде Айнұр Дәулетовна, қалай сіз жұмысын жақсы көресіз деген сияқты. Бірақ жұмысты әрине жақсы көрем, бірақ ол менің табыс көзім ғой. Ол мен өтіріктен, мен тек қана жұмыс үшін келем деп айта алмаймын, мен сонымен күн көріп отырмын. Мен мысалы бір күн жұмыс істемесем, ол маған білініп қалады ше, клиникама білініп қалады. Сол үшін ішімдегі арпалыс көп, мен жұмыс істегім келмейді, дем алғым келеді. Жаңағыдай, даже директорде болғым келмейді. Иногда просто островқа көшкім келеді. Ол туралы мен инстаграмда көп жазам, ішімдегімді өте көп жазам, оны жасырмаймын. И ішімде сондай, неге мен дәрігер болдым деген сұрақ өте көп, соңғы уақытта особенно. 13 жылдан бері узист болып жүргенде осы тәжірибеңізде қандай да бір қателік кетіп қалып, диагнозды дұрыс айтпай, бір өкініп, уайымдаған кезіңіз болды ма? Әрине. Біздің барлығымыз айтады ғой, қателікпен үйренеміз. Узист болып келіп, сразу күшті узист болу это вообще мүмкін емес. Себебі сен оқып келгеннен кейін оқыған басқа, ал тәжірибе ол вообще басқа. Содан мен әр кеттірген ошибкалардың бәрін білем. Ішімде өкініш те болады. Неге именно мен деген кез болады. Талай рет қолым прям былай түсіп, айтады, руки опускаются деп. Сколько раз у меня и голова опускалась, и сколько раз руки опускались. И енді ғана қазірдің өзінде мен күшті білімдімін, кереметпін деп мен никогда инстаграмда да айтпаймын. Тек халықтың айтуы бойынша не алады, бірақ өзімді осы уақытқа дейін таргетке де жіберген емеспін. Не өзімді, не клиникамды. Тек қана тараздың бір жақсы жері бізде
сарафанный радио Мгм. күшті жұмыс жасайды. Мгм. Адам бір адам келсе бүкіл семьясымен келеді да, ол алып келеді сол кісіні. Біреулер айтады, ой, инстадоктор деп талай коллегаларынан талай естідім, ренжіген кездерім болған. Но инстадоктор болсаң да, қандай доктор болсаң да, сен мықты доктор болмасаң, саған адам келмес еді. Иә. Дұрыс па? Иә. Сол үшін все через ошибки. Ешқашан врач күшті болып кетпейді. Мен келдім, вот сен күшті. Это оның бәрі через опыт келеді да. Опытсыз вообще болмайды. Ең мықты нәрсе осы ғой, сарафанкамен келеді. Иә. Жақсы болған. Бізде Таразда ол өте жақсы жұмыс істейді. Ну, пока істеп тұр енді. Білмедім. Енді қателіктер кетіп жатады дейсіз ғой. Осы пациенттің көзінше жылап жіберген кезіңіз болды ма? Жоқ. Болмады ма? Наверное, жоқ. Пациенттің көзінше жылаған кезім болған жоқ. Иә, енді УЗИда сіз күнде отырасыз, иә? Жалпы ол түсіргенге қарағанда, түсіп жатқан адамға қарағанда, түсіріп отқан врачқа өте қатты әсер етеді дейді. Өзіңізді қалай қорғайсыз одан? Мен өзімді қорғамаймын ешқандай УЗИдің. Енді әрине түсіріп отқан врачқа, себебі азынан кешкен отқаннан кейін буындарың ауырады. Мен сол үшін спортпен айналысам. Одан кейін бізде врачтар, көп врачтар специальный перчаткамен отырады. Бірақ мен перчаткамен именно сондай көп жұмыс істеп отыра алмаймын. Поэтому енді айтам ғой, қанша жасқа дейін жетіп жұмыс істей аламын, сонша жасқа дейін істеймін деп. Пока күшім бар. Қазір жалпы әйелдер УЗИға тек қана ауырған кезде барады. Бұл қорқыныштан ба, әлде сауатсыздықтан ба? Мен вообще әйелдерді сауатсыздық деп айта алмаймын, бірақ қазір баяғыдан қарағанда өте көп әйелдер, вообще жастар особенно чекапқа келеді. Ол себебі біз айтып отырмыз оны ше, айтамыз, күніге көрсетеміз жұмысымызды, мен айтам, басқа дәрігерлер айтып бастады. И жастар өте көп келетін болды. Қазір енді кейбір әйелдер бар, уақытысы жоқ. Себебі жұмыс, қарбалыс, уақыт, бала шаға уақыт жоқ. А так қазір өте баяғыға қарағанда, 5 жылға алдыңғы қарағанмен, мысалы 2020 мен 2026-ны салыстыратын болсақ, қазір чекап мен күніге 10 әйелге точно чекап жасаймын. И ер кісілерге де жасап бастадық уже. Әйелдер алып келеді, біз жасаймыз. И бір жағынан шаршаймын. Чекап болмаған кезде күшті деп, себебі бір адамның басынан соңына дейін қарау, это 40-50 минут уақыт алады. Ол тек қана чекап десе УЗИ түсінеді, УЗИ емес, анализдер тапсыру керекші. Қазір өте прям жақсы деп айта аламын. Қазір сол УЗИға барғанға қорқам, жаман диагноз естіп қалам ба деп жүрген әйелдерге не айтар едіңіз? Ондай әйелдер менде көп. Мен келгім келді, бірақ мен қорқам деп. Қорқпаңыздар, барлық адам ауру емес. Қайта ауруды ерте тапқан жақсы. Бастамасын емдеу, чем осложнениесінен қиын. Мысал үшін сен осложнение кезде уже кеш келсең, уже емдеу қиын. Ерте келсең, табу, емдеу оңай. Поэтому қорқпаңыздар, келіңіздер. Тем более мен өте андай жақсы адамын деп Қазір енді сол әйелдердің арасында рак, миома деген сияқты онкологиялық аурулар көбейіп жатыр ғой. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Әлде психосоматикаға қалай қарайсыз? Оның қатысы бар ма? Психосоматиканың қатысы бар, особенно емшекке. Себебі рак молочной железы психосоматикаға напрямую қатысты. Стресс и гормональное нарушение. Мысалы үшін онкологияны айта алмаймын, тек қана психосоматикадан болады деп, оның наследственный, да, то есть беріледі. Мысалы үшін сен әжең, анаң, әпкең ауырған болса, оны обязательно тексеру керек. Потом әйелдің жасы қаншалықты жоғары болса, сонша риск жоғары. Одан кейін гормональный фон. Гормональный фон бізде көп әйелдерде ол бұзылған. Көбінесе оған қарамаймыз. Стресс, ұйқының бұзылуы мысалы тоже, да, и вес. Мен жаңаға неге барсам да, қай жерге барсам пациенттерім көрсем айтады, сіз маған арықта деп айтқансыз, сіз маған вес таста деп айтқансыз дейді. Себебі онкологияның бір причинасының бірі ол семіздік. Ол да кіреді, наследственность кіреді, да, біз оның бәрін айтып отырамыз. И в основном это стресс. Қанша әйелді мен қараймын,
барлық әйелде обязательно бір қатты күйзелістен өткен кезден кейін басталған. Біз анамны жинаймыз ғой, не болды, қалай болды деген кезде. А так миома ол онкологияға жатпайды. Миома ол гормоналда бұзылуда ауру. Поэтому, конечно, миомасы барларды біз көбірек қарап отырамыз, чем миомасы жоқтарға қарағанда. Поэтому ең бірінші, психосоматика тоже играет роль. Сізге көбінесе осы әйелдердің қандай да бір түсінігі, әдеті сізді қатты раздражать етеді? Мен әйелдер вообще раздражать етпейді деген ба? Ашық кеңсең бұзылғансың дегенді, наверное, сол. Ол ашық кеңсеңде жабық кеңгенге қаралмайды, бұзылатын адам ол так бұзық болады. Одан кейін, не знаю, даже. Шынды айтсам, әйелдер мен ондай қатты раздражать етпейді, я всех женщин люблю. Олар кім не айтса да, мен соның несіне кіргім келеді, положениясына. Почему? Потому что, мысалы үшін, бір әйел айтады да, вот там, мысалы маған көп жазады, неге көп туған әйелдерге сіз айтпайсыз, тума деп айтпайсыз, бала шағасын баға алмайды деп. Мен не үшін айтамын деймін. Егер ол әйелдің денсаулығы жарап жатса, маған ол мешать етіп жатқан жоқ. Если ол әйел өзінің бала шағасын баға алса, если әйел өзін жақсы сезінсе, мен 5 бала туама, 10 бала туама, ол әйелдің өзінің еркі, мен оған ешқандай араласа алмаймын. Әрине басқа жағынан, денсаулық жағынан патология болмаса да, мысалы. Ол сұрақты маған прям көп қояды. Мен айтым, сендерге мешать етіп жатыр ма деймін ғой. Сол мен вообще біреудің өміріне араласқанды онша жақсы көрмеймін, шынды айтайын. Жақсы. Ал қазір климакс ерте болып жатыр деген рас па? Иә. Ал енді 35-40 жаста климаксқа бармас үшін не істеу керек әйел адам өзіне? Мысалы, сіз айтасыз ғой, қазір деп. Қазір емес, климакс ол баяғыда да ерте болған. Климакс болмау үшін біз не істеу керекпіз? Опять-таки вес. Бірінші салмаққа қарау керекпіз, гормоналды фонда, чекапы мы должны проходить. Обязательно дұрыс тамақтану керекпіз, настроениеміз жақсы болып жүру керек. Опять-таки оның бәрін айтқанмен, да, біз айтамыз ғой, мысалы витамин ішу керек, там дефициты надо закрывать деген сияқты, спортпен айналысу керек, но наследственность деген нәрсе бар. Оны ұмытпау керек. Мысалы, қанша климакс жас қыздарда көрем, у всех вот обязательно мамаларында ерте тоқтаған болады. Бірақ соның алдын алу үшін мен айтам, там либидо төмендемеу үшін, да, то есть сен постоянно спортпен айналыс, өзіне қара, дұрыс тамақтан, жаңағы весті таста депші, олар әрине, связано. Но әрине гинекологтан қаралып өту керек. Оның причинасы өте көп. Мен енді мынандай деп, мынау сенің причинаң деп айта алмаймыз, да. То есть, скорее всего, ондай иногда климакстың даже біз причинасын таппаймыз. Қарайсын әп-әдемі қыз, барлық гормондары орнында, өзі апарық, бойы ұзында, и месячных нету. Ондай тоже бізде көп. Беспричинный, да, то есть причинасы жоқ. Егер осы қазір УЗИ-ға түспесе, адамдар ертең өкініп қалатын ең қауіпті нәрсе не ол? Қауіпті орган. Орган ба? Қазір түспесе. Бізде в основном бала туу үшін барады, туғаннан кейін де бармайды, кажется. Барлық орган бізде прям бірдей, мынандай, мынау важно, мынау не важно деген жоқ. Енді біздің ең бірінші неміз онкологияны алдын алу. Онкологиядан басқасын бәрі емделеді. Шынды айтсам, онкологияда бірінші, екінші степені бізде прям супер емделеді. Былай айтқанда, баяғыда, қазір айтасыздар ғой, баяғыда онкология вообще болған жоқ, қазір көп деп маған айтады да. Просто баяғыда информация не было. Біз баяғыда әйелдер, мысалы үшін, көкірек обырынан дейді ғой, қайтыс болып жатты. Қазір жоқ. Қазір әйелдер спокойно өмір сүреді. Одан кейін даже бала туып жатқан мен әйелдерім бар. Одан кейін жаңағы айтады, баяғыда аутизм болған жоқ дейді. Аутизм ол кезде просто қазір информация очень много. Жан жақтан информация көп та, Инстаграмның барлық бетінде жазылады, ТикТокта жазылады да. Айтады, любой әйел келсе маған айтады, мен ТикТоктан көрдім деп келеді. Мен өзім ТикТокта жоқпын, бірақ әйелдердің аузынан естимін. Мен ТикТокта мынандай нәрсе көрдім дейді. Сол сияқты информация очень много. И кажется, что аутизм много сияқты. Прям барлық бала. Ол баяғыда да болған. Просто ол кезде балдар үйде отырды, ешкім былай араласқан жоқ. Ата-аналар барлық бала енді ауру емес қой. Қазір барлық балалар ауру болып туылады деп ондай емес. Наоборот, қазір ауру балалар аз туылады. Себебі біз оны ерте анықтап,
уже жүктілікті үземіз. Вот. Қазір, мне кажется, наоборот, просто информации много. И кажется, что барлық адам ауру сияқты да. На самом деле рак и баяғыда да көп болған. Рак шейки маткеден баяғыда әйелдер қайтыс болған, қазір қайтыс болмайды. Рак матки, эндометриядан әйелдер қайтыс болған, қазір қайтыс болмайды. То есть қазір емдеу прямо несі жоғары, нәтижесі ше. Енді осы денсаулығын күткісі келетін әйелдерге басты бір 3 кеңесіңіз қандай? Ой, не трех много деген ба? Опять жаңағы салмақ па? Опять жоқ, енді денсаулық деген не ол, әркімге әртүрлі. Біреу үшін мен енді 40 жасқа келіп бір нәрсе түсінгенім, спортпен неге уақытында айналыспағам деймін да. Жаңа басына сұрақ қойдыңыз ғой, жаңа кім болып жұмыс істер едіңіз деп, спортсмен болатын едім деп қазір ойланып отырмын. Себебі мен 40 жасқа келіп қана спортқа айналысып бастадым. Хотя оған дейін айналысқам, бірақ прямо активно емес, қазір активно. Алкогольдан отказ бердім. Алкогольдан мен полностью уже 1 жылдан асты, вообще даже полностью отказалась, хотя бы врачи любят пить. Вот. Алкогольдан обязательно, да, то есть жаман әдеттер это курение, алкоголь, одан кейін спорт обязательно айналысу керек, да, и чекапы проходить. Это вот прямо самое важное. Дефициты надо закрывать. Дефицит деген жаңағыдай, даже анемия, да, анемияның өзінен иногда просто етекір тоқтап қалуы мүмкін. Они все между собой связаны. Да, иногда ТТГ щитовидканың гормоны жоғары болады да, и содан вес тастай алмайтын әйелдеріміз баршы. То есть у нас нету вот главный орган деген жоқ та, барлығы бір-бірімен прямо вот байланысты. Солай. Қазір Қазақстанда әлі де ұл балаға сұраныс көп па? Иә. Ол Қазақстанда ғана емес. Мен енді бір секретті ашпайын деген ба. Ол барлық ұлтта бар. Тек қана қазақтарда деген сөз қате. Біз айтады, қазақта наследник керек деп. Наследник бәріне керек. Басқа ұлттардың бәрі ұл баланы қалайды. Қызды да қалайтындар семьялар бар. Ұлдары көптер, қызды. Бірақ именно бізде әліге дейін өте көп. Талай біз қыздарды жылаттық, талай өтірік айтпай қойған аборттар жасайдық, әліге де жасап жатырмыз. Қыз болған үшін. Ұл болған үшін де жасаған кездер болды. Ондай случай бізде әліге дейін келе жатыр. Талай әйелді менің қасымда жылап шығып кеткен кездер болды. Поэтому ол тема енді біз үшін өте андай актуалды деп айтады ғой. Ұл болсын, қыз болсын деп айтамыз ғой, бәрібір деп. Оны мен айтам дәрігер ретінде. Бірақ әйел ретінде мен ол әйелді түсінем. Потому что ол әйелге бәрібір сен ұл болсын, қыз болсын, ол өзі жақсы көреді. Бірақ семья жанұясында атасы сөйлейді, енесі сөйлейді, мынау қатынның қыз туа береді ма, бізге наследник керек деп. Күйеуі сөйлейді. Мысалы менде вот буквально 3 күн алдын әйел болды. 5 тоже жаңа климакс деп айтыңыз ғой, ода 2 жыл алдын климакс болады да, менде сізден емделіп дейді, мен көтердім дейді, 5-ші. Бірақ қыз болды дейді, сіз қыз деп айтыңыз, мен оны тудым, рахмет дейді, бірақ күйеуім жас әйел алайын деп жатыр деп яичниктарын тексертуге келеді. Сонда өзінің туысқандары, да, вот ата енесі абысындары жас қызды алып беріп отыр ғой, енді былай айтқанда, алып берейін деп отыр. Мен оны естіп жүрегім ауырды деп жылап келді. Жылап кетті, уже яичниктар жұмыс істемейді, уже жас енді 41-де. Опять-таки ерте климакс, ол 2 жыл алдында болған ода. Просто бізде емделіп көтерген. Вот опять-таки әйел 5 қызын жақсы көріп отыр, бірақ күйеуім де жақсы көрем дейді. Одан айырылғысы келмейді, әрине ол ұл туғысы келеді. Дұрыс па? Айтып отырмын, әйел ретінде мен түсінем, ал как дәрігер ретінде мен оларды түсінбеймін. Главный баланың дені сау болсын дейміз. Ал әйелді өте қатты түсінем, себебі бәрі кімде болса қыздан кейін ұлды қалайды. Любой әйел. Вот. Семья ғой, қасыңдағы адамдарыңа байланысты ғой. Енді осы УЗИ барысында баланың жынысын қателесіп айтып қойып жанжал шығарып кеткен кездері болды ма? Жоқ. Вообще болмаған. Қателеспегенсіз ба? Мен ондай қателестік болмаған, бірақ 12 аптада біз айтамыз 80% деп, бірақ 80%-ның өзі иногда 100%-ке бізге енді тура келеді, бірақ никогда 12 аптада 100% деп айтпаймын, даже уверен болып тұрсам да. Себебі вообще шетелде, мен әйелдерін дұрсам, шетелде 22 аптаға дейін пол айтпайды.
Мысалы үшін Китай айтпайды, Корея айтпайды. Себебі олар баланың защита права пола плода деген бар. Да, то есть оның праваларын сақтайды. Себебі ұл қыз деп алып тастамау керек. Ұл болсын, қыз болсын туылу керек. Себебі баяғыда қыздардың бәрін алдырып тастай бергенде и туатын ана да керек қой бір жағынан. Тек еркектер болған тоже неправильно. Сол үшін вообще защищаю да полплода. Бізде айтамыз. Қай аптада айта аласыз сенімді түрде? Сенім біз 100% тек 14 аптадан бастаймыз. Конверт беріледі 14 аптадан бастап. 14-ке дейін 12-11 аптада біз примерно деп айтамыз. Но это примерно всегда тура келеді. Маған айтқансыз. Да. Поэтому стараемся айтпауға, себебі опять-таки 12 аптада біз талай аборт жасадық. Жүрегім ауырады, конечно, оның бәріне біздің тікелей қатысымыз бар. Бірақ айтып отырмын, әйел ретінде мен всегда түсінемін. Әйелдің любой айтқан сөзін біз қолдаймыз. Егер ол әйел тумайым десе, жоқ сен жындысың, сен дура такая деп никогда айтпаймын. Тумайым деді ма, значит оның оған себебі бар. Ал егер кейбір әйелдер бар, мысалы үшін сахарный диабеттер, енді тууға болмайтын біз жаңа айтамыз ғой, аурулар бар, иә. Мен туым керек дейді. Значит оған туу керек. То есть ол әйелді, айтып отырмын, әйел ретінде мен всегда защищать етемін. Себебі, значит ол өзін бізден жақсы біледі. Мен оның семьясын қақтан білем. Не болып жатқанын семьясында. Сол сияқты ауру баланы туам дейтіндер бар. Тума, дура такая, сен жынсың ба деп айтпаймын. Ойлан деймін. Бірақ түсіндіріп беремін. Қандай, в будущем какие будут эти риски, да? Негізі оны алдырып тастаған дұрыс па? Өмірмен байланысты емес аурулар бар, иә. Енді мысалы баланы мен айтамын, әйелге қалай түсіндірем? Сен, во-первых, уақытыңды жоғалтасың. 9 ай. Да, баланы туатын. Еще іштегі баламен нерв боласың, өзің іште өзіңді жеп жүресің 9 ай. Одан кейін баланы туасын қиналып, опять кесарево бола ма, өзің туасың ба, оны бір Құдай біледі. Одан кейін біз айтамыз 1-2 жыл тума дейміз ол әйелге. Әрине ол баланы қазір алған жақсы ма, или сен оны туып баланың қиналғанын қалайсың ба? Ол бала қанша операция жасалады, ол бәрі шетінейді деп түсіндірем. Ал кейбір балдар бар, мысалы, оңай патологиялар, оларды біз туғыздырамыз. Ерінде тыртығы бар, аяғында косолапость бар, олар туады. Ал осы УЗИ баланың миын кептіреді дейді ғой, сол миф па, шындық па? Ол миф. УЗИ ешқандай ештеңкені кептірмейді, тек менің миымды кептіреді деймін. Шаршаймын. Ол миф. Ал ананың стресі, жылағаны, соның барлығы балаға УЗИден көрінеді дейді ғой, сізге көрінеді ма? Енді прямо жылағаны көрінбейді, но иногда мен даже инстаграмда қарап отырсаңыз, мен әртүрлі эмоциялар салам баланың. Неше түрлі эмоциялар бар. Бірақ ана ренжісе, іштегі бала да ренжиді, ол рас. Ал енді қазір сізде блогыңыз бар, клиникаңыз бар, аудиторияңыз бар, өзіңіздің УЗИ жұмысыңыз бар. Осының артында қандай қиындықтар тұр, қандай құрбандықтар тұр? Уақыт, мен энергиям. Бала шағама иногда уақыт таба алмаймын. Бірақ мен өзімді айтам, Айнура, соберись, сен балдарыңа будущем бәрібір вложение керек. Ертең сенің балаң саған кеп, мені кішкентай кезде қасымда отырмадың деп айтпайды, мама ақша бер деп айтады деп. Өзімді солай үйретем да күнде. Себебі шынымен мен енді кішкентай кезімізде не болған есімізде жоқ. Енді садикқа барған какие-то есть фрагменты, которые мы помним, а қалғандар есімізде жоқ. Үлкен болған кезде бізге ақша керек болды да, мамаң ақша жоқ десе, жек көріп тұратынсың. Неге деген сияқты да. И хочется, чтобы сен балдарыңа да барлық жақсылықты бергің келеді да. Әрине оны ақшалай беру өте қиын. Ақшалай беру оңай ғой, бірақ все равно қазіргі заманда баланы бәрібір андай качественно оқыту керек. Оның бәрі саған бесплатно тегін келмейді, бәрібір бір жерде вложение керек. Сен аняқа барып оқытасың, яқа оқытасың. И өзім солай айтам, Айнура, кішкене жұмыс істе, балдарың кішкене қасында отырдың ғой деп. Мен декретте отырған ана емеспін. Никогда декретте отпағам. Сразу жұмысқа шығып кетем, сразу жаңа баламды емізем да, енеме тастаймын, жүгіріп жұмыс істегем. А так, конечно,
сол уақыт пен энергия деп ойлаймын. енеңізбен бірге тұрасыз ба? Жоқ, қазір тұрмаймын, бірақ 10 жыл бірге тұрғам. Енді үйде көбінесе не нәрсе үшін жиі ырыс шығуы мүмкін? Не нәрсе үшін жиі? Клиника үшін, шынымды айтайыншы. Мен енді үлкен клиниканы қаламаған едім, қазіргідей ше. Ол біздің Таразға енді үлкен болып саналады. Себебі вложениесі өте үлкен болды да, мен күйеуіме айттым, Нұртоған, мы это не потянем дедім, шындығын ше. Себебі бізде ондай бай ата-анамыз жоқ, поддержка беретін ешкім болған жоқ. Өзімізден өзіміз на клиниканы ашқан кезде машинамыз сатып, квартирамыз сатып, сөйтіп ашқанбыз. Себебі бізде УЗИ аппарат, вообще медицинский аппараттар өте қымбат. Ең арзан аппаратымыз бізде 50 миллионнан басталады, ал мен жұмыс істеп жатқан аппараттар 100 миллионнан тұрады. Ондай аппаратта менде 4 аппарат тұр. Мысалы, да, одан басқа операционный блок, қанша рентген, ФГДС-тар. И күйеуіме айттым, Нұртоған, мы это не потянем. И каждый день ұрысымыз, иногда бір ақша жетпей қалады, бірден келген, мен әйелмін ғой, мен әдем болып жүргенді қалаймын, қыдырғанды қалаймын. Баяғыда жылына 3-4 рет шетелге кететін болсам, қазір енді вообще бір жылдан бері еш жерге шыққан жоқпын. 1,5 жыл болады екен, мартта барыппын. И соған мен нервничатым. Неге үлкен қылып аштық депші. Мы могли бы чуть поменьше открыть, зато кайфовать деп. Ұрыс сол үшін көп болады. Басқа ұрыс болмайды деген ма? Тек сол үшін. Не үшін үлкен клиника деп ұрсам. Енді ұрыс мен шығарам ғой, как говорится. Оның идеясы қаяқтан келді негізі? Басқа клиникаларға ұқсамайды ғой Тараздағы, ерекше. Оның идеясы біз бірінші кішкентай клиникадан бастадық қой. Сөйтіп уже Нұртоған екеуміз командамыз өсіп бастады. И ол 160 квадрат метр болды да, уже спрос қатты жоғары болды. И адамдардан ұялдық, адамдар уже коридорға сыймайтын, холға сыймайтын, қыстың күн далада тұратын. И қатты прям болады ғой, ішіңде перед пациентом ақша алып отқаннан кейін, қанша біз услуга беріп отқанмен де, ақша алып отқаннан кейін условия болу керек болды ше. Ал ар жақта уже сыймады, уже сыртқа шығуға қорқатынбыз ше. Даже мен кабинеттен холға шығып ұялатынмын, себебі адамдар тұрып тұратын. Камерадан қараймын да, уже настроением түсіп кетеді. Сөйтіп күйеуім айтты, Айнұра, бұл болмайды, кішкене үлкенірек қылып ашайық деді. Кішкене. 160-тан 2,5 квадратқа өттік қой. Сосын жер алдық, 2 старый үй сатып алдық да. Жер жоқ қой қалада, центрдегі жерлер бізге кішкене болды, сәл үлкен жерлер олар өте қымбат болды. Дәрігерлер, мен всегда говорю, дәрігерлер бай болмайды. Если мен всегда күлем ғой, жаңағы дәрігер болам десен, сен будь готов, что ты будешь жить просто, как сказать, как среднестатистический человек. Ты не будешь богатым. Просто адамдардың рахметі, жаңағы беретін конфет, печенье, коньягі, и все. Ол государственный істейтіндерде. А частныйда біз енді частныйға кеттік қой. Өзіміздің уже авторитетіміз болды, атымыз болды. Содан кейін біз айттық қой, нам уже пора уходить. Мен жолдасым өте ақылды кісі ғой. Соның арқасында құтырып жүрмін, короче. И вот содан сыймағандықтан, солай үлкенге көштік. Кішкене дедік, бірақ қатты үлкен. Соның өзіне сыймаймыз ғой қазір. Құдайға шүкір, у меня сейчас самые такие крутые доктора работают со мной. Ал енді осы бизнес-вумен болып жүргеніңіз отбасыңызға кедергі келтіре ма? Иә. Қаншалықты? Қай жағынан? Мен АДЖ-да болғам, егер сіз естігенсіз ба, естімегенсіз ба. Ең бірінші медцентрді ашқан кезде мен ассоциация деловых женщинға ауыстым да, и окружениемді сияқтан таптым. Бірақ мен ол жерде көп болған жоқпын. Себебі ол жерге де уақыт керек. Сенде әр встречаға бару керексің. Менде ондай болған жоқ. Бірақ мен ол жерде күшті қыздармен таныстым да, и солармен подруга болып кеттім. И жаңа инстаграмда маған тоже көп жазады. Неге сізде простой подружкаңыз жоқ депші? Себебі айналамда барлығы бизнес-леди. Әрине сен оларға барасың, қыдырасың, туған күніне шақырады, встречалар болады. Сөйтіп мен бизнес неден, ассоциациядан шығып кеттім. Бірақ жаңа ортам қалды, прямо ортам қалды. Солардың арқасында да мен прям, может, Абдурасилова деген атым шыққан шығар деп ойлаймын, себебі бәрі ортаңа байланысты. Жүрген ортаңа, араласқан адамыңа, кіммен сөйлесесің, и қыдыратыным көбейді. Әрине ол
полностью семьяңа мешать етеді. Сен семьяңа көңіл бөле алмайсың, одан өзіңді жейсің, мен не үшін жаңағы семьяма көңіл бөле алмай жатырмын деп чувство вины ғой бізге, тем более оны кіргізіп тастаған кішкентай кезімізден. Сен демалмау керексің, сен жаңа бала-шаға қарау керексің, сен күйеуің жағдайын жасау керексің деп. Сізде де бар ма ол? Иә, чувство вины, мен 40-тамын ғой, мен как раз 90-е 80-е годы біз өмір сүрдік, бізді солай өсірді ғой. Вообще ештеңке, мен даже 9-ға дейін ұйықтасам, вот сенбейсіз, мобил үшін қазір өтірік айтқызбайды, мен ұйықтамаймын. Себебі өзімді андай бір өмірден құр қалып кеткен сияқты сезінемін. Как будто вот я вот отстаю от жизни. Ұшып тұрамын да сразу жұмыстарын істеймін. Вот мен қалып баратырмын, осы өмірден өліп баратырмын деген сияқты. А так семьяда мешать етеді. Күйеуіміз екеуміз енді сол үшін ұрсам, ол айтады, зачем тебе блог деп ұрсады. Күйеуіңіз екеуіңіздің араңызда мен көп табам деген секілді ұрыс бола ма? Реніш. Кім кімнен көп табады деген нәрсе? Жоқ. Иногда мен айтам, ашуланып. Потом ойланам, соның арқасында оқытып жүргенім деп, потом ладно деймін, успокаивайся. А так әрине жынданған кезде болады. Вот сол кезде өзіңді басу керек. Себебі вот қатты құтырып кететін кезім болады, өзінше болып ше, мен вот кто я, Абдрасилова деген сияқты. Потом өзімді басам. Күйеуің сен ондай поддержка болмаса қақтан болады нең? Мен бір подругам айтады, Айнура, сен жаңағы егер сен күйеуің болмағанда сені андай шлюха деп ойлайтын деп адамдар. Потому что ты так себя ведешь дейтін да. Представь, если сен күйеуің болмағанда ты одеваешься как, онша киінбейсің. Или сен жаңағы сөйтіп айтады маған. Просто сен күйеуің бар, поэтому адамдар ондай сөз айтпайды дейтін. Осы ғой, сіздің парақшаңызға қарап, ол жол болған әйел, оның күйеуі бар, күйеуінің арқасында бүйтіп жүр деген сияқты әңгімелер айтады ғой. Сіз осы кезде өміріңіздің қандай қиындықтарын көрсетпейсіз? Ой, это моя больная тема, как говорится, ол мен үшін өте ауыр. Ең көп сөз естетін құтырған байдың балдар деп маған көп жазады тоже. Бір құтырып кеткен кезде жазады. Мен ата-енем де, мен әке-шешем де өте қарапайым кісілер. Мен вообще ауылынан шыққан жердемін. Жолдасым тоже простой кісі. Ата-енем пенсионер, әке-шешем де пенсионер. Вот сондай моменттерде, наверное, біз онша маған айтады, неге семьяңызды көп көрсете бермейсіз деп. Ол кісілер енді түспейді, во-первых. Во-вторых, қандай қиыншылық? Қандай қиындықтар бар блогтың мына жағында? Блогтың мына жағында, знаете, ол тема мен үшін өте қиын. То, что біз өте қарапайым семьядамыз, во-первых. Во-вторых, сол қиыншылықтарды, сол бір жоқшылықтан шығып кетудің амалы ғой. Шындықты айтайыншы. Мен өзім сондай семьяда өстім да, и бәрі опять-таки ойлайтын шығар, Айнура прям бүйтіп қалған деп. Мен бір ауылда тұрдым, оның үстіне қарапайым семьяда болдым. Мен всегда айтатынмын, мен өсемін, мен басқаша өмір сүремін деп болды да, мен сол жақтарын көрсетпеймін вообще. Мен тек қана әшейін өзімнің семьямды ғана көрсетемін, егер байқасаңыз. Басқа менде жан жақтан адам вообще жоқ. Ата-енем менің өмірімде жоқ, өзім әке-шешем жоқ та, блогта жоқ. Себебі мен тек қана қазір өзім аяққа тұрып алайын деп жүрмін да. И келіндік жағымды вообще көрсетпеймін. Негізі келінсіз ба? Иә. Ондай қызмет етесіз ба, қызмет? Иә, мен бір өзім 100 адам спокойно күтемін. Мен әулетте жалғыз келінмін, бүкіл әулетте. Именно ер жақтанша. И мен енем екеуміз ғана, бізге вообще көмекші керек емес, мысалы. Просто мен бизнесқа кеткеннен бері, мысалы, мен енем де мені не алмайды, қинамайды. Вообще қинамайды. Келіп көмектес, қонақ күтейін деп жатырмын, или Айнура, сен вообще қолың тимей кетті, не болды, құтырып кет. Вообще ондай жоқ. Бізде мамам да, енем де қазір полностью поддерживает нас.
не істесең де аяққа тұрсаң болды деген сияқты ше. Енем ет асып қалады, келді жеп кетеді, енем жеймін да постан өзім жуамын дейді, кетіп қаламын. Ол Ал қазір сізде бәрі бар сияқты көрінеді, иә? Отбасыңызда бар, кәсібіңізде бар, блогыңызда бар, иә? Қаншама оқырманыңыз бар. Ал Айнұр ханым бар ғой, Айнұр бар ғой, түнде не үшін мазасызданып, жылап қалатын кезі болады? Вот семьям. Өзімнің семьям. Өзім семьямды аяққа тұрғызсам екен деймін. Ата-анам жағын. Сол үшін иногда ұйықтамаймын ше. Бір жағынан прям вот қатты көмектескім келді. Прям аяққа вот тұрғызып барлығын сөйткім келеді. Содан, возможно, мен ішімнен прям мындай не аламын. Қатты қиналамын. Басқа мен ештеңкеден жаңағыдай жоқ менде. Балдарым оқымай қалды-ау, біреудің баласы күшті болып кетті-ау деп. Тек қана ата-анамның алдындағы қарызымды өтегім келеді. Басқа мынандай менде жоқ. Мен даже күйеусіз де өмір сүре алатын әйелмін, шыны керек ше. Ондай жоқ, бірақ сол әке-шемнің алдындағы парызымды өтегім келеді. Ең қынжылатыным сол. Ол жаңағыдай 5 миллион, 10 миллиондық нәрсе емес та, үлкен прям қаражатты требовать те, то, что я хочу. Сол үшін әліге дейін жұмыс істеп, демалмайтыным содан. А так мынандай жоқ, жаңағы күйеуім изменять етіп қойды-ау деп жылайтын, или там, не деді, весім толып кетті-ау деген ондай жоқ. Тек қана қарыздардан да қорықпаймын. Күшім болса, главное, денсаулығымса бәріне. Вот тек қана ата-анам алдындағы парызды өтеу мен үшін прям күнде-түнде ойланып жататын нәрсем сол. Ал мынау елдердің сөзіне мән бермеу, қазір көбісі блог жүргізу үшін қатты елдің сөзіне зацикленді ғой. Соны қалай жеңдіңіз? Қалай елдің сөзіне мән бермей өмір сүріп жатырсыз? Қалай солай жүруге болады вообще? Әйелдер всегда блог жүргізген кезде айтамыз, ол анау не дейді, мынау не дейді болады. Бірдеңке айтайын ба? Опять-таки біздің практикамызда мен күнде көретін нәрсе бір картина. Вот кеше маған 53-тегі әйел келді. 51-демін деді. Да, вот 51 год. Балам дейді 3-те дейді, маған айтады. Бірақ баласы бар 3-те. Экомен туып алдым дейді. Кластасымның ұрығын алдым дейді. Оның әйел білмейді дейді енді маған. Вот 53-ке дейін мен дейді ойлап жүрдім дейді, ұят болады. Кеше 48-дегі әйел келді, қыз мысалы. Өмір өтіп кетті. Опять-таки, не үшін туып алмадыңыз, не үшін қыз әлі 48-де. Ұялдым, адамдар не дейді деп өмір сүрдім дейді. Қазір 48-де қасыңда кім бар? Ешкім жоқ. Адамның саған деген сөзі ол ештеңке емес, былай айтқанда ше. Ол сені айтады, бір күн айтады, 2 күн айтады. Кеше ғана хан деген енді 3 күн айтты ғой, болды ғой. Вы сейчас помните об этом? Я не помню, мысалы. Вы тоже не помните. Мысалда, барлық анау любой бір блогердің артында болып жатқан әңгіме 1 күн, 2 күн айтылады. Все, одан кейін себебі адамдардың фокусы сол кезде ғана саған болады, одан басқа оның проблемасы көп қой. Мысалы, мен біреу туралы ешқашан ештеңе айтпаймын, потому что маған бәрібір. Себебі мен өзімнің істейтін нәрсем былай. Мақұл 1 күн айтармын, біреу айтса, деп айтуы мүмкін. Мысалы, адамның өмірі өтіп кетті. Вот кеше 53-те 3 жасар баласы бар, ертең ол кісі мысалы 70-ке келген кезде баласы енді 15-ке келеді екен. Мысалы, да? Інілерім бар ғой дейді, қарайтын. Конечно, мен ол кезде жылағым келеді, жаңа айтыңыз ғой, қай кезде сіздің жылағыңыз келеді деп. Вот сондай кезде мен жылағым келеді. Адамның өмірі біреу не айтады деп өтіп кетті. 65-тегі бір апам бар, пастан келді, қуғын толтырып женский түсу үшін. Күйеуге вообще шықпаған. Опять-таки, не үшін жігітпен жүрмедіңіз, енді өзіңіз үшін туа алмадыңыз десем, адамдар айтады деп. Понимаете? Ал қазір ол жалғыз, оның қасында ол адам да жоқ. Ол өмірі, былай айтқанда, әшейін өмір сүріп кетті да. Өмірге сен ешқандай баланың қызығын көрген жоқсың, былай айтқанда, секстің қызығын көрген жоқсың, да? И ты просто берешь и тупо прожил свою жизнь. Профукал деп айтады. Тұрмысқа шықпай жүрген қыздар тұрмысқа шығып алған дұрыс па? Бала туып алғаны? Иә. Себебі ертең олар өкінеді. Қазір child free деген мода болды ғой енді, мен тумай, маған бала керек емес деп. Конечно, я их тоже уважаю.
бала керек емес әйелге сен сен жындысың ба деп тоже айтпаймын. Себебі ол сол путьті өзі таңдады. Ол сол оның жолы. Опять-таки, просто ана келген кездегі әйелдердің мұңын қараймын да, жүрегім ауырады. Енді кеше айтады да, сіз дұрыс айттыңыз дейді да, мен қазір өмірім бақытсыз өтіп кетті дейді мысалы. Не күйеуім жоқ, не бала жоқ, ешкімге керегім жоқ. Ертең комнатамда өліп қалсам да мен ешкімге керек болмаймын дейді да. Егер сен мысалы 40-қа дейін тумасаң, әрине сен туылғаның жақсы. Егер опять-таки бала саған керек болса, біреу айтты деп емес. Всегда біреу айтты деп, мысалы, сен қалай шыдай, сен саған жаман не хейт жазса қалай, мои коллеги так говорят. Хейт жазғаннан қорықпайсың ба? А вдруг тебе напишут? Не үшін қорқам, говорю? Жазама негізі хейт? Очень мало, но жазады. Последний рилсқа көп жазды. Вообще ол рилсты мен түсіремін деген жоқпын деген ма? Көбінесе қандай хейт келеді? Жас қыздарды бұзасың деп. Көп келеді. Олар мені танымайтын адамдар, иногда рилс атып кетеді ғой бір. Сол кезде жан жаққа кеткен кезде үлкен кісілер жазады, ой, емшегін көрсеттің, жас қыздарды бұзасың деп. Негізі жас қыздар оған қарап бұзылмайды, мен сізге шындығын айтайын. Мен күнде қанша жас қыз қараймын. Тоже жүрек ауыратын әңгіме, оны енді бұл жерде айтқым келіп тұрған жоқ, но киімге қарамайды, это однозначно. Жас қыздар қазір ер адамдарға қатты қарайды. Жас қыздар үлкен ер адамдарға қатты қарайды. Ол баяғыдан да сондай болған. Бірақ қазір қатты білініп жатыр ма? Қатты білініп жатыр, себебі ақшасы көп еркектер көп қазір деген ма? Жоқ, шынымен. Жас қыздар не үшін көп қарайды? Себебі еркектер қазір жас көрінеді, ақшалары көп, барлығы күшті машинада. Олар машинасы көп, күшті болған кен ойлайды, на еркекте ақша көп деп. На самом деле, ол машина кредитке алынды ма, ол әйелдің атында ма, мен жұмыс жоқ. Енді мен, опять-таки, я не осуждаю. Жас қыздарға, егер еркек жүрем десе, ол қыз кінәлі емес. Оған еркек кінәлі. Ана, мамочки таразда иногда шығып қалады ғой менің күйеуім. Вот, я хочу, вот она такая, она сякая. Не она такая, он такой. Ол бар күйеуіңе жабысып алмайтын жат. Енді үлкен кісілер дейді сондай да, мысалы. Жоқ, бар ғой, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген. Енді көзін сүзді, үзбей кетіп қал. Мысалы да. Әйелді жамандайды, вот. Я же говорю, я всегда защищаю женщин. Әйел андай, ол андай жаман сөздер айтады. Мен айтымда, неге күйеулерінен көрмейсіңдер? Күйеуің барып отыр ғой енді, күйеуің сөйлесті, ол өз, мысалы саған сообщение привет, как дела деп жазса, сен күйеуің оған ответ жазды ғой. Мысалы да, енді примерно просто. Или там кафеде билеп жатсың сен, мысалы, мен мысалы жақсы барғанда күшті билегім келеді. Себебі біз шаршаймыз да, и подругалармен жиналған кезде билейсің. Енді былай бір алаңдайсың, былай. И сол кезде мысалы еркек келіп, сен ол еркек үшін билеп жатқан жоқсың ғой. Өзің кайфуешь да для себя. И еркек келіп сенімен танысқысы келеді, мысалы. Енді сен оған бар өзің таныспайсың ғой, ол саған келіп тұр ғой, мысалы. Или там, ладно, сен барып та ол еркекке жабыссаң, ол айналып кет қаса деген, сен оған кінәлі емессің ғой. Конечно, қыздар ол әдемі, олар билейді. Мен ойламаймын, мен прям еркек үшін билейді деп. Мен сияқтылар бар ғой, для себя просто, для кайфа танцует. Устают, да, человек. И вот идут, танцуют. И когда вот говорят, вот она қыздар еркек үшін билеп жатыр десе, мен соған таң қаламын. Ну, может, она для себя танцует. Ну, ол әйел, да? Еркек деген. Мен вообще, я не люблю защищать мужчин, не люблю от слова вообще. Виноват мужчина. Все. Алдыңғы қонақта бізде былай айтылды. Измена жасамаған еркектің прогестерон ма? Тестостерон ма? Сонысы төмен дейді. Оған қалай қарайсыз? Если ол мужик, измена жасау керек дейді. Нет, я не думаю. Не үшін тестостерон? Әйел бар ғой енді? Не үшін? Вообще измена, шынды айтсам, мен де измена жасауым келеді. Өтірік айтпай қойыңызшы. Думаете, женщины не хотят изменять? Мы тоже хотим. Қарап, жас балдармен жүргіміз келмейді, жас балдар көзіміз түспейді дейсіз ба? Любой әйелдің жас балаға тоже көз түседі. Тем более қазір милфы деген сөз шыққан, білесіздер, иә? Үлкен қыздарды жас балдар жақсы көреді. Потому что мы
әлі түріміз кетпеген, былай айтқанда фигурамыз пока нормально, но ақшамыз бар, қазақшалап айтқанда. Соларды милфа деп айтады екен. Уже, состоявшиеся, да, женщины. Вот. Думаете, мы не хотим изменять? Мы тоже хотим, но бізде семья бар, және бар. А еркектің тестостерон деген, ол далбаса әңгіме. Мысалы, мен ешқашан изменять еткен еркекті түсінбеймін. Қанша сен тестостерон асып тұрса, үйде әйелің бар ғой. Тура сондай гормонмен, мысалы да. Просто еркек, былай айтқанда, қалтасында ақшасы пайда болған кезде еркектер кішкене құтырып бастайды. Начинает уже, вот, мен там, или әйелі өзінен асып кетсе. Әйелі мойынсынбай кетсе. Мне кажется, еркек өзіне мойынсынатын әйелге барады деп ойлаймын. Бірақ мен изменаны түсінбеймін. Мен миым жетпейді вообще. Изменять еткен нәрсені. Оны кешірмейсіз ба? Кешіресіз ба? Изменаны ма? Никогда не говори никогда деп айтады ғой қазақтарда. Поэтому мен бұл сұраққа жауап бергім келмейді, себебі жоқ деп айтып қойсам, Құдай маған саған деуі мүмкін. Да. Поэтому любой нәрсені шешуге болады. Бір рет жаңа айтады ғой, бір рет барған изменама или там постоянно любовницасы болғанды кешіруге болмайды, бір рет барған кешіруге болады деп біз жақтан да айтылып жатады. Енді мен өңшең постоянно барса сезімі бар деп. Әйелдердің арасында енді біз жүреміз ғой, всегда ондай әңгіме бар. Екеуі де измена болып саналады. Хоть мынандай, хоть переписка. Себебі ол уже на секундочку промелькнул да миында, что вот сен там уже басқа әйелге деген несі. Оның бәрі измена болып саналады. Кешірем, кешірмеймін деп мен қазір қатты сөйлемей қояйын. Себебі, бірақ мен бір нәрсені білемін. Если маған изменять етсе, мен де изменять етемін. Мен одан бүйтіп не алмаймын. Мен оның күйеуіме айтамын. Если ты будешь изменять, я тоже буду изменять. Что мне это? Что я потеряю? Мен сенімен өмір сүре беремін, бірақ сен істегенді мен де істей беремін. Тебе будет приятно? Я это могу себе позволить им. Біз үшін, тем более для врачей, тело человека это просто тело человека. Былай айтқанда ше. Аяқ ол аяқ, қол ол қол деген сияқты ғой. И поэтому ол тема өте обширный. И жаңағы айтып ғой, тестостерон дегенге мен вообще қарсымын. Ол өтірік, во-первых, тестостерон асып тұрған еркектің үйде әйелі күтіп отыр. Вообще мен измена деген нәрсеге түгелдей қарсы әйелмін. Дұрыс. Мен де қарсымын. Полностью қарсымын. Бірақ күйеуің изменять етсе, мен де изменять етемін. Это 100% однозначно. Бұл измена жасаған соң жиіркенішті көрінеді ғой? Во-первых, жиіркенішті. Во-вторых, просто сен өзіңнің сенген адамың басқа біреуге қараған, это вообще ужас нәрсе ғой. Ал енді сіздің осындай, осы жасқа келіп, жасыңыз 40-тың үстінде. 40-қа келесіз. 40-қа жақындап қалдыңыз. Бірақ өзіңіздің жасыңызға сай емессіз. Жас көрінесіз, сұлу көрінесіз, әдемі көрінесіз, әдемі мүсініңіз бар деген секілді. Осы нәрсеге жету үшін сіз ай сайын қанша қаражат жұмсайсыз? Шынын айтайын ба? Сақтау үшін. Шыныңызды айтыңыз. Вообще жұмсамаймын. Жұмсамаймын? Неге? Қалай? Бұл бесплатно істеп береді. Гені ма? Жоқ. Косметологқа мен бармағаныма уже 2 жылдан асы. Опять қаражатқа байланысты. Қалған бәрін маған өзім, мен амбассадорство деген бар ғой қазір. Менде өзімде амбассадорство бар, салоным бар, Iconic. Потом шашымды істейтін өзім мастерім бар, Балжан. Кірпіктерін жасайтындар бар, маникюр, педикюр, полностью менде бәрін жасап береді. Бетінде макияж машин. Поэтому мен ондай нәрсеге ақша жұмсамаймын. Ну, неге ше? А если былай айтқанда, әрине, может быть, мен даже макияждың или шаш істеудің ценасын білмеймін ше, қаражатын білмеймін. А спорт? Спортқа тоже вообще ақша жұмсамаймын. Спортқа да мен бесплатно барамын. Бұл ненің несі? Личный брендтің күші. Личный бренд керек, қашанда. Личный бренд, во-первых, керек. Во-вторых, мен ол үшін ұстамаймын негізі. Реклама, мысалы, күнде түседі, мен вообще алмаймын. Рекламаны мен тек қана жайтым өзімнің айналамдағы бизнес-вумен көп қой, солардан ғана алам. Себебі олар менің подругам.
И өзімнің бір-екі киінетін магазинім бар, все. Басқа шеттен реклама вообще алмаймын. Даже маған иногда ашуланып жазады, вот өзіңізше болып кеттіңіз. Себебі менің основная работа это не блогерство. Мен дәрігермін. Мен соны түсіндіре алмаймын да, мен дәрігермін. Мен рекламамен жүре алмаймын ғой. Мен блогер, ондай блогер емеспін. Есть блогеры, которые зарабатывают только на рекламе. Это их работа. Олар аздан кешке сонымен заниматься етеді. Мен аздан кешке адам қараймын. Кешке қарай менде күш қалмайды, не то что там рекламаға. Бірақ оған да жаман иногда хейттер келеді. Неменеге өзіңізше болып кеткенсіз, там звезду поймала деген сияқты ше. На самом деле нет, просто у меня времени нету. Сабақ оқимын ба или реклама жасаймын ба? Үнемі сіз білім алып жүресіз, иә? Иә. Мен үйге келіп күнде обязательно сабақ оқимын. Қандай сабақ? Онлайн, иә. Енді сіздің парақшаңызда біз көріп қалдық мама пластика жайлы. Ол туралы не айтасыз? Мама пластика жайлы вообще ол менің ешқандай арманым болған емес. Никогда. Это спонтанное решение. Себебі мен жолдасым бір танысы горбольницаға келіп не жасапты. Мама пластика досы ше. Айнұр бір күшті хирург келді, кірдім дейді операциясына. Техника хорошая, говорит. Мен ойлаймын, мен де жасата салайыншы, қашан келеді екен дедім де, күлдім де қойдым. Это ол былтыр әңгіме қалып кеткен. И сол кісі говорит, неде Таразға тағы келеді екен деді. Айттым, давай біздің клиникамызда жасайықшы, өзіміздің клиникада. Бірақ маған реклама керек опять. Кім барады рекламаға? Айттым, сөйлесейінші, говорю, ана кісімен, доктормен ше. Сөйлестім, жұмыстарын қарадым да сразу онлайн жолдасым өзі ана телефон арқылы өлшеп, оны да көрсеттім мен ше, телефон арқылы өлшеп берді. Ол маған нандай миллилитр нандай саған керек деді, имплант. Мен ойлағым, маған анатомические импланты поставьте такой-то фирмы деп өзімше болғам. Оған байланысты емес екен. Ол сенің фигураңа, кожаңа, жаңағы неңнің көкірегінің формасына қарайды екен. И соған қарай ол маған таңдап берді. Какую ты форму хочешь деді, мен андай деп айттым, естественно, қатты дәу болмасын деген сияқты. Ешқандай қорқыныш болған жоқ. И главное, это, знаете, у меня не было вот это вот желание, то, что күні-түні сол имплантты ойлап, ешқашан проблема болғанда емес, сол размер, просто более андай свежий, упругий болып қалды да. И одан кейін зато менде точно тумаймын деген ұғым болды. Все, мен тумаймын, істетсем істете салайын. И жолдасым істеткің келе ме, істет деді, болды. Импланттың ақшасын жібердім. И сол рекламадан маған менен басқа тағы да 2-3 қыз жасатты. Сол менімен бірге жасатты. Өзімнің айналамдағы қыздар. И бәрін жасатып алдық, все. Ешқандайсыз, прям ойлаусыз, әшейін 5 минутта болған нәрсе. Жақсы. Енді осындай өзінің сыртын күтіп қалған қыздар да келеді ғой сізге? Иә. Сыртын күткен, сыртынан барлығы әдемі, бірақ ішінің бәрі қирап жатқан қыздар жиі кездесе ма? Көп. Мен оларда жүрсам, бетін әп-әдемі екен, неге маткаңа қарамайсың, іш құрылысыңа қарамайсың десем, ол жерде ешкім көрмейді ғой деп талай қыз айтқан. Сол сияқты. Ол жерде ешкім көрмейді деп, даже байқайсыз ба, блогерлардың арасында да, мысалы, жай адамдардың арасында да, адамдар, мен постоянно замечать етсем, жеген тамағын түсіруі мүмкін, ресторанда отырған түсіруі мүмкін, отметка жасайды, там салонға барған отметка жасайды, там кірпік жасаған бәрін жасайды да, именно саған келген, дәрігерге келген отметка никогда жасамайды. Это показывает, что здоровье всегда на втором месте. Мысалы үшін сен оған қаншалықты сен оны қарайсың да, мысалы, денсаулықтан артық нәрсе жоқ, оны адам қашан түсінеді, қашан сен денсаулығыңды жоғалтасың, сол кезде түсінесің да. Оған дейін вообще түсінбейсің. Оған дейін тебе кажется, что твоя вот эта вот внешность, вот эта внешняя красота, это прям вот важно деген сияқты. А если у тебя будет цирроз печени или там, не дай бог, рак шейки матки, да, мысалы, или рак груди, тебе не до лица однозначно будет. Не до маникюра, да, былай айтқанда. Вот. Енді сіздің блогыңызға қараған кезде барлығын ашылып айтсам ма деймін. Күйеуіңіз екеуіңіз бір жаңадан үйленген сияқты көрінесіздер. Оның сыры неде? Мысалы, мен ең бірінші көрген кезде шынымен де жаңадан үйленген деп ойладым. Қалай өтем болады? Просто былай тұрды, менде екеуміз де более позитивныймыз.
екеуміз де өте современныймыз. Ол маған ешқандай никогда ештеңкеге запрет бермейді. У нас вообще никогда нету такого, сен ана нәрсені істеме деп. Но иногда ұрысқан кезде айтады, сенің блогың надоел деп айтады. Сол туралы мен деген. Блог жүргізуіңізге қарсы емес па? Не үшін надоел дейді? Или түстейсіз ба? Жоқ, түстегенге ол түсе береді, өзіне де ұнайды. Ол мені қатты түсінеді. Қайтып айтсам болады, жаңа айтып отырсыз ғой, бірақ отношениямызды түсіндіре алмаймын. Менде мынандай секрет бар депші, мен даже тамақ та оған керемет қылып істеп бермеймін қазір. Қалай мен ата-енемде мен идеальный келін болып, мен оны жасырмаймын. Оны барлық туысқандар бәрі біледі. Бірақ қалай біз бизнесқа кеттік, менде тамақ істеуге уақыт жоқ, үйімді жинауға уақыт болмай қалады. Жаңағы иногда оның кірлері жуылмай қалады, успевать етпеуі мүмкін да, мысалы. Хотя күніне 4 рет кір жусам да. Бірақ біреуіне неге сен, Айнура, мынау нәрсе дұрыс емес, неге мына уақытта тамақ дайын емес, мен қарным ашып келді, или менің мына киімім неге никогда ондай әңгіме болған емес. Вообще, біздің семьяда ондай әңгіме жоқ. Мен айту мүмкін, айқайлап, менің қарным ашты, там пойдем покушаем, или там үй шашылып кетті, мынау не болды деп, но не он. Одан кейін жаңағы блог надоел болды дегенде, себебі мен иногда айтудың құтырып кетем, эгом шығып кетеді да. Мен Абдрасилова деген сияқты. Сосын басылам, Айнура. Жұлдыз болып па? Жұлдыз, ондай болады. Прям жұлдыз деп айтпай ақ қойын, бірақ андай бір өзімше болып кететін кездер болады да. Ой, деп шана, бір болады ғой какой-то момент. Сол кезде өзіңді басу керексің ше. Вот сол кезде семья бұзылады. И сол кезде мен өзімді резко басам. Миымнан өткізем. Айнура, сенің жолдасың барлығын істеп жатыр, сенің жолдасың документациямен айналысып жатыр, сенің жолдасың ананың бәрін стройкада жүр, сенің жолдасың, сен поддержка. Ол болмағанда сен вообще, сен қайсына үлгерер едің деймін да, өзімді басам. Эгоны басып тұру керек ше. Айтпесе әйел кісінің эгосы деген, ого, білесіз ғой? Сәл бір нәрсең күшті болып жүрген кезде өзіңше болып кетесің. Потом басылам. Қаяқтан шыққаныңды ұмытпа деп. Онда қыздар көп қой, мен тауып жатырмын, мен істеп жатырмын деген қыздар. Ондай кез болады, оны жасыруына қажет жоқ. Мен өзім болмағанда бүйтеді, мен пациенттерім болмағанда бүйтеді деген сияқты болады, бірақ все равно эгоны басып тұру керек. Қайдан шыққаныңды, кім екеніңді ұмытпау керек. Маған жазады да. Қандай қарапайымсыз, бәрімен сөйлесе бересіз деп. Қарапайым болмайтындай кіммін деймін да? Ну, дәрігерсің, ладно, бір бизнесің бар. Адамсың ғой? Қарапайым маған не болады? Бір иногда андай несправедливость нәрселерді көрсем, оны обязательно айтам. Оны айтпасам мен енді болмайды да, обязательно жынданып айтам. Бірақ тез басылам. Енді соны сізді сырттан Абдрасилова деп сізді танып, суретке түссек бола ма дейтін кісілер бола ма? Иә, каждый шагта болады. Ол кезде жаман болып қалам. Жыным келіп кетеді. Иногда ана фамилиямды сырт жақтан естемін, Абдрасилова, очередь па Абдрасилова деген кезде жыным келіп кетеді. Неге фамилия деген сияқты. Бірақ қазір өзімде ученицаларым бар, учениктарым бар, қанша қазір дайындап жатырмын. Өзім будущем бәрі УЗИдан кетем. Постоянно УЗИст болып отыра алмаймын ғой. Енді сізге қысқа сұрақтар қояйық. Отбасы ма әлде жұмыс па? Отбасы. Ақ халат па әлде әдемі көйлек па? Ақ халат. Би ма әлде фитнес па? Фитнес. Күйеуіңізбен бірге уақыт өткізу ма әлде жеке демалыс па? Күйеумен бірге. Енді қазір блогты жаңадан бастап жатқан әйелдерге бір ауыз мотивация болатындай сөз айтсаңыз. Тоқтамаңыздар, ешкімнің сөзіне қарамаңыздар. Вообще біреудің сөзі ол әшейін 5 минуттық нәрсе. Оны ұмытпаңыздар. Өзіңіздің будущеңіз ғой. Блог деген көп нәрсеге жол ашады. Жайт отырмын, даже элементарно жаңағы сұлулық салонына да сені танып, шақырып жатады. Там амбассадорство, даже подароктар, киім, кешек, туфли, бала-шағаңның аяқ киімі, оның бәрі көзге көрінбейді, но оның бәрін қоссаң, ол да айына 600-700 мың ақша. Мысалы да, сен күйеуіңнен күнде ақша сұрай бермейсің, маникюрға ақша берші деп деген сияқты. Майда болса да, олар ақша. Это личный бренд. Ал 40 жас деген әйелдің өмірінің соңы ма, әлде жаңа өмірдің бастауы ма? Ол туралы да жақында пост жаздым.
мен үшін түсініксіз пока. Қалай чувство дейді ғой. Түсініксіз, себебі мен осы уақытқа дейін ойладым, 40-қа дейін мен прям өзім жасымды сезінген жоқпын. Именно 40 деген кезде мен тоқтап қалдым. Мен үшін ол почему-то ауыр тиіп жатыр. Как будто мен ештеңке істемеген сияқтымын. Үлгермеген сияқты. Көп нәрсеге үлгермеген сияқтымын. Бала шағама бірдеңке бермеген сияқтымын. Бизнес не жасадым деген сұраққа өзіме жауап бере алмадым. Бұл мен үшін прям қиын болып жатыр қазір, данный момент. Енді соңғы сұрағым, адам өзінің өмірін жауапкершілікке алған адамды бір сөзбен қалай айтасыз? Қандай сұрақ? Өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қараған адам бір сөзбен қалай айтуға болады? Умничка. Не айтам? Мен үшін, не знаю. Бүгінгі подкаст сіз үшін пайдалы болды ма, ұнады ма? Иә. Қалай өтті? Енді мен сұрақтарды білген жоқпын ғой, мен үшін бір қызық болды. Бір ойымды бір жерге жинай алмадым, айтатын нәрсем көп қой. Я же говорю, я очень такой эмоциональный человек. Ішімдегі айтатын нәрсем көп. Жұмыста да сондаймын ғой. Мені көбісі жақсы көреді, себебі мен бәрін осылай түсіндіріп отырамын да, уақытқа қарамайшы. Вот это вот. И көп нәрсенді ойымды жинақтай алмадым деп ойлаймын. А так өзіме полностью ұнады. Айтпай қалдым деген нәрсеңіз бар ма? Ой, көп қой, кейін айтамын. Айтпай қалдым деген нәрсе көп. Ал енді бізде сізге арнаған арнайы сыйлығымыз бар. Ой, рахмет. Сізге творчестволық табыс тілейміз. Рахмет. Жұмыста үлкен жетістіктерге жете беріңіз, пациенттеріңіз көп болсын, ұл туатын қыздар көп болсын, үйге барып Әлем Women подкастынан чай ішіңіз. Рахмет сізге. Енді дәл осы подкасттың ең ұнаған атрибуттарын сториске салып, Айнұр ханымды және мені белгілеген жандарға, және осы комментарийдің астына белгіледік деп жазып, әдемі комментарий жазған адамдардың ішінен мен өзім Әлем Women проектіме бір адамға тегін жолдама беремін, және де Айнұр ханымның өзінің сыйлығы бар. УЗИ сертификат бере аламын. Жайто фитнесқа қатысатын қыздарға фитнес одежда. Фитнес одежда және бір адамға УЗИ сертификат тегін беретін болады. Сондықтан да сіздерден жақсы укладкаға сертификат бере аламын деген комментарийлар күтеміз. Консультация гинекологаға сертификат бере аламын. Өте көп нәрсе беруге болады. Сондықтан да міндетті түрде комментарийді активно жазыңыздар. Сонымен бүгінгі сіздерге көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар.